Феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымы. Феодалдық саты. Феодалдық құрылыстың тағы бір ерекшелігі феодалдар атақ лауазымы бойынша бірнеше сатыға бөлінді. Ол бөліну тарихта феодалдық саты деп аталады. Ең жоғары сатыда басты феодал король тұрды. Ол жоғарғы сот және әскердің қолбасшысы міндеттерін атқарды. Келесі сатыда корольдің бағыныштылары герцогтер мен графтар тұрды. Герцогтер мен графтардың қол астына жүздеген елді мекендері қарады. Олардың билігінде үлкен әскер жасағы болды. Графтардан кейінгі сатыда олардың бағыныштылары барондар мен виконттар тұрды. Олар 20-30 елді мекенді басқарып, сол шағын әскер бөлімін жасақтауға мүмкіндік алды. Барондар ұсақ феодалдардың, рыцарьлардың мырзасы еді. Ал рыцарьлар әлі рыцарь атағын ала қоймаған қатардағы жауынгерлердің мырзасы атанады. Мырзалардың бір-біріне сатылы бағыныштылығы әр елде әртүрлі болды. Мысалы, Германияда феодалдық сатыдағылардың бәрі өздерін төменнен жоғары қарай корольге бағыныштымыз деп есептеді. Ал Францияда менің бағыныштымның бағыныштысы маған бағынышты емес деген қағиданы ұстанды. Бірақ барлық елдердегі феодалдық сатыға ортақ тәртіптер де болды. Соғыс уақытында әр феодалдың қару-жарағымен өз мырзасына барып сапқа тұруға міндетті болды. Мырза мен бағынышты феодал, яғни вассал арасында келісімшарт жасалатын. Вассал мырзаның алдында тізерлеп тұрып, адал қызмет етуге ант беретін. Мырза өзіне бағынышты феодалға қамқорлық жасап, қолдау көрсетуге уәде ететін. Сол уәдесін бағыныштыға бір уыс топырақ пен ағаш бұтағын тапсырумен бекітті. Бұл келісімдер ауызша сөз жүзінде жасалғандықтан жиі-жиі бұзыла беретін. Бағыныштылар бір-бірінің мырзаларының иеліктеріне шабуыл жасап тұрды. Шаруалар феодалдық сатыға кірмеді. Оған тек феодалдар ғана кірді. Шаруалардың міндеті феодалдарды азық-түлік, киім-кешекпен қамтамасыз ету болды. Сол кезде осы сатыға тек қана шаруалар кірмеген болатын. Олар феодалдардың азық-түлігін, киім-кешегін қамтамасыз ету олардың жұмыстары болды. Батыс Европада 9-10 ғасырларда жер иеленушілер меншігіндегі жер мөлшері тәуелді адамдар мен әскери қызметкерлердің саны бойынша жікке бөлінді. Сөйтіп, феодалдардың бір-біріне бағыныштылық жүйесі құрылды. Феодалдық саты деп аталатын бұл жүйе феодалдық қатынастарды нығайту мақсатында қызмет етті. Келесі жоспар бойынша феодалдардың тұрмысы мен әдет-ғұрыптары. Феодалдар өз иеліктеріндегі шаруашылықты басқарды. Жекелеген аймақтардың қуаттылығы мен феодалдардың іскерлігіне, ұйымдастырушылық қабілетіне байланысты болатын. Халқының алдында беделі күшті феодалдың шаруашылығы өркендеп дами түсті. Феодалдар әрине өздері тікелей егін егіп мал баққан жоқ, бірақ шаруалардың жұмысты жақсы істеуін ұйымдастыру, бақылау да оңай емес еді. Феодалдар шаруалардың есебінен байып отырды, бірақ олар арамтамақ болған жоқ. Олар мырзалар мен олардың тәуелді шаруалардың тіпті бүкіл елдің қамын ойлады. Әрине, феодалдардың арасында қулары да, тіпті сұмдары да болды, бірақ елді еңбекқор, іскер феодалдар көркейтіп отырды. Сол уақытта феодалдар өздері ешқандай егін еккен жоқ, мал баққан жоқ. Бірақ олар сол өздерінің қарамағындағы шаруалардың жұмыстарын бақылап отырды. Яғни шаруалар қалай егін екті, қалай мал бақты, яғни солардың есебінен жаңағы біздің феодалдар байып отырды. Осы феодалдар тек шаруашылықты ұйымдастырушы ғана емес, әскер басшылары да болды. Әскери іспен айналысатын феодалдар 10 ғасырдың аяғынан бастап рыцарьлар деп аталды. Сол кезде 10 ғасырдың аяғынан бастап рыцарь деп атала бастады. Рыцарь болу үшін үміткердің жер үлесі, яғни феоды болу керек еді. Бізде өткен сабақ бойынша феод дегеніміз ол жерге мұрагерлік ету деген мағынаны білдіреді. Не үшін мысалы рыцарьдің феоды болу керек? Себебі ол жер үлесінен түсіп жатқан табысының есебінен әскерді қажетті ат, ер-тұрман, қару-жарақпен өзі қамтамасыз ету керек болатын. Рыцарьлардың басты кәсібі соғыс болатын. Сондықтан олардың барлық өмір салты соғыс талаптары мен тәртіптеріне бағындырылды. Олар әскери жаттығулар жасады, әртүрлі сайыстар өткізіп тұрды. Бос уақытында феодалдар аң аулаумен айналысты. Рыцарьлер әрі мерген, әрі балуан болуы тиіс делінді. Яғни 8 қырлы 1 сырлы деген сияқты.
Ол бойынша рыцарьлер өз мырзасына адал болуға ант берді. Рыцарьлер соғыста батырлық пен ерліктің үлгісін көрсетуге тиісті болды. Кодекс бойынша рыцарьлер әлсіздер мен зәбір көрушілердің христиан дін шіркеуінің қорғаушысы саналды. Рыцарьлерде сұлу әйелге табыну салты болды. Осман империясындағы сипахилер, Жапониядағы самурайлар, ортағасырлық батыс Европадағы рыцарьлер сияқты еді. Кейін 14-16 ғасырларда тұрақты армияның құрылуына, оқпен атылатын қарудың тарауына байланысты рыцарьлердің әскердегі орны төмендей бастады. Бірақ рыцарьлер бір жола жойылып кеткен жоқ, олар дворяндарға айналды. 14-16 ғасырларда тұрақты армия болды, солдаттар болды, яғни сарбаздар болды. Оқпен атылатын қарудың өмірге келуіне байланысты рыцарьлердің әскердегі рөлдері төмендей бастады. Бірақ олар сол қалпымен қалып қойған жоқ, олар дворяндарға айналды. Шаруалардың жіктелуі. Феодалдық құрылыс кезіндегі шаруалар басы байлы және ерікті деп екіге бөлінді. Басы байлы шаруалар феодалдарға толық тәуелді болды. Олардың өз беттерімен шешім қабылдап, әрекет етуіне тыйым салынды. Феодалдар ондай шаруаларды сатуға, айырбастауға, сыйлауға ерікті еді. Басы байлы шаруа қашып кетсе, қожасы оны тауып алып, өзіне қайтаратын. Басы байлы шаруалар қатарына бірте-бірте бұрынғы құлдар да қосылды. Шаруалардың бұл тобы Францияда серфтер деп аталады. Шаруалардың екінші тобы жеке басы ерікті шаруалар болатын. Англияда вилландар деп аталды. Олардың жағдайы біраз жеңілдеу болды. Олар өз қарамағындағы мүліктерін, еңбек құрал-жабдықтарын еркін жұмсай алды. Ерікті шаруалар өз жер үлесін мұрагерлік жолмен балаларына қалдыруға құқылы болатын. Шаруалардың міндеткерліктері. Шаруалар өз қожайындары мен корольдерге көптеген міндеткерліктер өтеді. Қақтығыс кезінде ұсақ жер иелері қуатты көрші феодалдың немесе монастырдың қамқорлығына мұқтаж еді. Бірақ ол қамқорлық үшін феодалға келісілген міндеткерліктерін өтеп отырды. Сондай-ақ өз жері жоқ шаруалар феодалдардан алған жер үлесі үшін бірқатар міндеткерлік атқарды. Оны өтеудің бірнеше түрі болды. Басты түрі еңбекпен өтеу. Ол барщина деп аталды. Яғни ол барщина дегеніміз шаруаның феодалға жұмыс істеуі. Өзінің алған жер үлесі үшін соның еңбегін жұмыс істеу арқылы өтеп қарызын қайтару. Ал екінші түрі ол оброк деп аталды. Оброк дегеніміз ол еңбекпен өтеу емес, оныкі заттай алым-салық түрінде болды. Мысалы, өзінің алған жері үшін ол мал беріп отырды, немесе өзінің үйіндегі заттарын, жеміс-жидегін суретте көріп отқандай қандай өзінің дүниесі бар, сол арқылы өздері алым-салық төлеп отырды. Сонымен қатар қоғамдық жұмыстарды атқарды. Мысалы, жылына бірнеше күн бойы тегіннен тегін көпір салу, жол жөндеу және жүк тасуға қатысып отырды.